Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын пиццаның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Кәдімгі пиццадан еш айырмашылығы жоқ. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қажетті ингредиенттерімізді турап аламыз. Мен колбаса мен сосиска қосатын боламын. Қызанақ пен сыр міндетті түрде қосамыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа керек. Оған тұз қосып, 4 қасық қаймақ пен 4 қасық майонез қосамыз. Оған ұнымызды ақырындап қосып бастаймыз. Тестамыз кәдімгі оладьидің тестасы сияқты болады. Енді қызып тұрған тапаға май қосып, ол май еріген сәтте тестамызды құямыз. Тапаныздың диаметрі 27-28 см болуы керек. Бетіне кетчуп қана жағамыз. Салмасын салып, енді қақпағын жауып, 5 немесе 8 минуттай орташа отта пісіреміз. Пиццамыз дайын, өте тез дайындалды. Байқағандарыңыздай, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді шықты. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.